сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода қазақ тілінен 4 тоқсанға арналған бірінші БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: мәтінді оқыңыз, төмендегі сұрақтар бойынша жауап беріңіз. Мәтінді өздеріңізге түсінікті болу үшін оқып алыңыздар. Ал енді біз сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: акцияның мақсаты неде? Бұл акцияның мақсаты балалардың кітап оқуға деген қызығушылығын ояту деп ойлаймын. Мұндай шараларды өткізудің кітапхана үшін тиімді жақтары бар ма? Мұндай шараларды өткізудің кітапхана үшін тиімді жақтары бар деп ойлаймын. Кітап оқитын оқырман саны көбейеді және кітаптар бос жатпай, оларды адамдар оқиды. Кітап оқуға деген қызығушылықты қалай қалыптастыруға болады? Мәтін ақпаратын негізге алыңыз. Кітап оқуға деген қызығушылықты мәтінде өткізілген кітап акциясы сияқты шараларды өткізіп қалыптастыруға болады. Оқырмандар бір-бірімен кітаптар жайлы талқыласып, бір-біріне сұрақтар қойып, кітап оқуды қызықты етуге болады. Кітапхана оқырмандарын әртүрлі ертегі кейіпкерлері қарсы алып, қызықты сұрақ-жауап ойындарын ойнатса, кітап оқуға деген қызығушылық оянады деп ойлаймын. Мәтін ақпараты сізде қандай ой тудырды? Қазіргі кезде көп адамдар кітап оқымайды. Осындай іс-шараларды өткізу оқырманның кітап оқуға деген қызығушылығын арттырады. Сондықтан мәтін ақпараты мұндай іс-шараларды көбейту керек деген ой тудырды. Бесінші сұрақ: кітапхана оқырмандарының санын көбейту үшін тағы не істеуге болады? Кітапханада оқырмандар санын көбейту үшін жастар арасында танымал болып жатырған шетел кітаптары қазақшаға аударылса, қызықты ойындар ойнатылса және оқырман сұранысына қарай қызықты кітаптар шығарылса, жүлделі жарыстар өткізілсе, кітап оқитын оқырман саны көбейеді деп ойлаймын. Екінші тапсырма: бүгінгі таңда кітапханалар қоғамға аса қажет емес. Себебі барлық ақпаратты интернеттен табуға болады деген пікірге жұпта келісу немесе келіспеу пікіріңізді білдіріңіз. Ойыңызды айтуда төмендегі тіркестерді қолданыңыз дейді. Менің ойымша, қалай болғанда да, демек, соған қарамастан өкінішке орай, менің айтпағым қорытындылай келе, осы тіркестерді қолдануымыз керек. Бүгінгі дамыған заманда кітапты кітапханаға барып оқымай-ақ, оны интернеттен оңай табуға болады. Осы кітапқа байланысты бүгінде кітапханалар қоғамға аса қажет емес деген пікір қалыптасқан. Бірақ менің ойымша бұл пікір дұрыс емес деп ойлаймын. Шынайы қағазға басылып шыққан кітапты қолға ұстап оқығанға не жетсін? Кітапханаға барып кітап оқудың жөні бөлек. Өкінішке орай қазір кітапханаға баратын адамдардың саны азаюда. Қалай болғанда да, қазір кітап сүйер қауым үшін кітапханаға барып немесе кітаптар сатып алудың қажеті жоқ. Қазіргі заманда біздің ыңғайымызға қарай өзімізбен бірге алып жүре алатын, әрі салмағы жоқ десек те болатын электронды кітаптар пайда болды. Алайда электронды кітаптардың қаншама артықшылықтарына қарамастан, оның біздің денсаулығымызға зиян жақтары да бар. Қазір бізге бұл заманға дейін жеткен кітаптардың өзі де осы кітапханалар арқылы жеткен. Интернетке ол содан кейін барып салынған. Менің айтпағым, бұрынғы кітаптар кітапханаларда сақталып келмесе, қазір ол кітаптар интернетте болмауы мүмкін еді. Қорытындылай келе, кітапханалар қоғамда әлі де маңызды және кітапханалар бізге керек деп санаймын. Қалай болғанда да кітапты кітапханадан оқысақ та немесе электронды оқысақ та болады. Осымен БЖБ жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.